Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге ерекше білім беруде қажеттілігі бар білім алушыларды психологиялық педагогик қолдауда арнайы педагогтың рөлі тақырыбында, яғни сіздерден көптеген сауалдар келеді, сұрақтар келеді. Апай, мынаны түсіндіріңізші, мына қалай жазсақ болады деген сияқты сұрақтар өте көп келеді. Сол себептен мен сіздерге осы видеоны түсіріп отырмын. Осыған мұқият қарап, қайта қарап отырып түсініп алсаңыздар деймін. Бізде арнайы педагогтарға логопедтер, мектепте дефектологтар жатамыз, ал енді одан да басқа сорда тифлопедагогтарымыз бар. Бірақ енді бізде негізінен логопед дефектологтар жұмыс жасайтын болғаннан кейін мен сіздерге сол туралы түсіндіріп кетемін. Логопед дефектологтар мектептегі бізде психикалық дамуы тежелген балалар, жеңіл ақыл-ой бұзылысы бар балалар және орташа ақыл-ой бұзылысы бар балалармен жұмыс жасайды. Яғни бізде ОПМПК-ның қорытындысы бойынша келетін балалармен жұмыс жасаймыз. Олардың арнайы бізге стандартпен бекітіліп берген жоспарлары бар. Негіз жалпы алғанда арнайы педагогтың рөлін айтып кетейін, міндетін айтып кетейін сіздерге. Мектепте ППХ ұйымдастыруға қатысады. ОПМПК қорытындысы бар оқушылардың ата-аналарымен, сынып жетекшілерімен бірлесіп жұмыс жүргізеді. Оларға бағдар береді. Олармен тығыз қарым-қатынаста болады, түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. ОПМПК қорытындысымен ЭББХ оқушылармен мектепте өзімізде тағда ЭББХ оқушылар дегеніміз қосымша алатын балаларымыз, барлығы бізде ПМПК-дан өтіп келмейді балалардың барлығы. Өзіміз жаңағы ата-ананың сұрауы бойынша, өтініші бойынша, мұғалімнің өтініші бойынша балаларды біз тексеріп аламыз. Бірінші бізде 15 күн тексеру болады. Сол бойынша біз балалармен жұмыс жасайтын ЭББХ оқушыларымыз бар. Пән мұғалімдермен бірлесіп, ата-аналармен бірлесіп солай жұмыс жасаймыз. ОПМПК қорытындысымен ЭББХ оқушылармен жұмыс жасауда бізде арнайы, әсіресе ОПМПК қорытындысы бар балаларға қазіргі уақытта мұғалімдер уже бірнеше жыл болды осы арнайы дәптерлерді, көрнекіліктерді, оқулықтарды пайдаланып келеді. Ол оқулықтары туралы қазір артынан кейін сіздерге кішкене түсіндіріп өтем. Ал енді мына сіздерге биылғы біздің жұмысымыз 2025 жылғы 29 сәуірдегі 92-ші бұйрық Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің бекіткен бұйрығымен жұмыс жасаймыз. Бұл біздің былтырғы жылы 6-шы бұйрық болып келген бұйрығымыз. Міне мүмкіншілігі шектеулі балаларға арналған жеке және кіші топтық сабақтар, осы сияқты қазір мен сіздерге неден көрсетіп жіберейін, Google-дан көрсетіп жіберейін. Міне Google-ға кіресіздер. Мен көріп отырғандай, осылай іздейсіздер, мына жерде 92 жылын жазып 92-ші бұйрық деп жазсаңыздар, осылай шығады. Білім беру ұйымдарындағы психологиялық педагогик қолдау қызметінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы дейді. Міне осыған астына қарай осының барлығын оқып отырып танысыңыздар, немесе бұны шығарып алып өздеріңіздің папкаларыңызға да салып қоясыздар. Міндетті түрде тұру керек. Танысып, асын сызып, керекті жерлерін жазып қойсаңыздар болады өздеріңізге. Ананы қайдан алам деп іздемеу үшін мен сіздерге осылай интернеттен дайындап отырмын. Мынаның барлығын асықпай оқып шығасыздар. Соның ішінде мысалы қазір арнайы мамандардың, логопедтердің жұмыс жасау тәртібі жазылған. Былтырғы жылы да біз 12-14 баламен жұмыс жасағанбыз. Ал енді логопедтер мүмкін одан көбірек бала алуы да мүмкін, бірақ арнайы дефектологтар, олигофренопедагогтар деп жатыр қазір. Енді мен өз басым дефектолог бітіргем, дефектологпын деп айтам. Мына балаларды, міне қараңыздар, кіші топта, үлкен топ, кіші және топтық жұмыс деп бөлеміз. Кіші топта 2-4 бала алатын болсақ, топтықта 6-8 бала аламыз. Бізде 16 сағат бекітілген. Міне мына жерде көріп отырғандай, мүмкіншілігі шектеулі кіші топтағы сабақтар мектепке дейінгі тәрбие бастауыш. 348-ші бұйрығы нормативтік актілер міндетті тіркеу тізімдері бойынша сәйкес түзету компоненттер шеңберінде арнайы педагог әзірленген түзету дамыту бағдарламалары негізінде жүргізеді. Көрдіңіздер ғой, біз бұрынғыдай мысалы математика, қазақ тілі, әдебиет деген сияқты сабақтарға қазір көмектеспейміз. Биылғы жылы мына бұйрықта жазылған, бізде міне бұйрыққа сәйкес түзету компоненті шеңберінде жүргіземіз.
арнайы педагогтар әзірлеген түзете дамыту бағдарламасы негізінде жүргізіледі деп тұр. Осыған қазір тоқталамын, сіздерге түсіндіремін. Мұқият қараңыздар. Міне мына жерде жалпы сіздерге 92-ші бұйрықпен түсіндіріп жатырмын. Мектепке дейінгі жастағы балаларға кіші топтық және топтық сабақтардың ұзақтығы 35-45 минутқа дейінгі уақытта дейді. Мектеп жасында 45 минутты құрайды. Былтырда солай болған, әлі де солай болады. Міне қарап отырсаңыздар, осылай жазылған. Міне. Так, ерекше психологиялық педагогикалық білім алушы, оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар ерекше білім беру қажеттілігі бағалаудың негізінде айқындалады. Бағалаудың негізінде айқындалады деген жаңағы мектептен біз мысалы алдық қой бала, соларды жаңағы педагогикалық психологиялық қолдауды ұйымдастырамыз. Сол жерде баланың жаңағы психолог бар, арнайы педагог бар, басшылар бар, мұғалімдер бар, сынып жетекшілері. Соның негізінде, ата-анасының өтінішінің негізінде біз балаларды айқындап аламыз. Көрдіңіздер ғой. Қолдау оқу жылы ішінде, міне психологиялық педагог қолдау оқу жылының ішінде жүзеге асады деп жатыр. Білім беру ұйымдардағы психологиялық педагог қолдау барысында бір арнайы педагогке мүмкіндігі шектеулі баланың саны 12-14-тен аспайды дейді. Содан кейін, мысалы, ОПМПК-ның қорытындысы бойынша педагог ассистент тағайындалады. Педагог ассистент дегеніміз бұл бізге балаға көмектесетін мұғалім, педагог болу керек. Ол міндетті түрде олың жүктемесі бір бала, міне көріп отырсыздар, бір баланы сүйемелдейді. Сонымен жұмыс жасайды. Міне арнайы білім беру ұйымдарының, жалпы білім беру ұйымдарының педагогтеріне мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиелеу, оқыту, дамыту мәселелері бойынша консультативті және әдістемелік көмек көрсетіледі дейді. Міне өстіп мынаның барлығын сіздер жеке-жеке оқып танысу керексіздер, түсініңіздер ғой. Міне ата-анаға немесе өгейлге психологиялық қолдау көрсету келісімі дейді. Міне күші жоқ. Осылай өстіп танысып, осыны шығарып алып танысасыздар. Кабинетті жабдықтау дейді. Осының барлығымен өздеріңіз танысасыздар. Мен сіздерге жіберіп берем болмаса. Ал енді келесі слайдқа келетін болсақ, міне мына жерде міне өсіп жазып қойғам 17 түзету компоненттер шеңберіне арнайы педагогтар әзірлеген түзету даму бағдарламасы негізінде жүргізеді деп тұр. Міне көрдіңіздер ғой. Бұны міндетті түрде біз ескеруіміз керек. Біз міне білім алушылардың оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі балаларды ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалауды жүзеге асырады, жеке оқу түзету дамыту бағдарламаны әзірлейді, жеке және іске асырады және мүмкіншілігі шектеулі балалармен жеке кіші топтық сабақтарды өткізеді. Педагогтарға, ата-аналарға немесе өзге де заңды өкілдеріне мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеу бойынша кеңес береді деп жазылған. Міне енді бізге мектепте өздеріңіз көріп отырғандай мына жерде Қазақстан Республикасындағы бастауыш негізгі білім, жалпы орта білім үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы 500-ші бұйрық бойынша бізге, міне қазір көрсетем, 500-ші так, міне, қазір 500-ші бұйрық бойынша бізге мынау стандарт дейді. Көрдіңіздер ме? Стандарты осы бойынша бізге балаларға сағаттар бөлінеді. Мысалы, бізге оқу, мысалы, ақыл ой кемістігі бар оқушыларға бастауыш білім беру үлгілік жоспары дейді. Жеке оқу бағдарламасы тағайындалса, ол мында орташа ақыл ой деп тұр. Осылай орташа болсын, жеңіл болсын, жалпы жеңіл, міне жеңіл деп тұр. Балаларға сабақтар тағайындалады. Мына 01 бұны бізге мектептегі басшылар, завучтар сағатты бөліп береді. Сол бойынша біз жұмыс жасаймыз. Бұл жерде бізге вариативті компоненттер деп тұр. Көрдіңіздер ғой. Вариативті компоненттер бұл бізге тиесілі сағаттар деген сөз. Түзету компоненті, вариативті компонент, түзету компонент дегеніміз бұл басқа, мысалы, қалыпты сыныпта оқитын балаларда факультатив деген сабақтар болушы еді ғой бұрында. Сіздерге қарапайым тілмен айтсам, мысалы, үйірмелер деген сияқты.
сол сияқты бізде міне мына жерде көріп отырғандай түзету ырғағы, сөйлеу тілін дамыту кемшіліктерін түзету, жеке топтық сабақтар деген сияқты осы сағаттар бөлінеді. Міне белсенді қозғалтуға бағытталған жеке және топтық сабақтар дейді. Осы сабақтарды бізге мына жерде осылай жазылып тұр екен деп қатып қалмайсыздар. Жоқ, мен осы бойынша аламын, 500-ші бұйрық бойынша Ләззат апай бізге түсіндірген, осыны аламын деп қатып қалмайсыздар. Өйткені әркімнің мектебіне байланысты сіздерге сағат бөліп береді. Оны ол кісілер де шешпейді, оны жоғары жақтан бөлінеді. Сол бойынша біз жұмыс жасаймыз. Түсінікті ме? Енді осы жерден сағаттар бөлінеді, мен сіздерге түсіндіріп өтейін деген 500-ші бұйрықтан бөлінеді. Өздеріңіз компьютерді ашып қарасаңыздар болады. Енді біз бұны мына жерде 500-ші бұйрық бойынша қазір тақты сіздерге түсіндіріп өтейін. Мынаны түсіндірдім. Так. Мына жерде көрсетілгендей, мына жерде сағаттар мысалы бөлініп көрсетілген нәрселерге сіздерге көрсетіп қойдым. Түзету компоненттері, мына жерде жаңағы орташа ақыл ой бұзылысы бар, психикалық даму тежелген біздің алатын оқушыларымыздың түзету компоненттері. Қазіргі жағдайда біз арнайы мамандар осы түзету компонентімен жұмыс жасаймыз. Содан кейін айтып жататындарыңыз бар, мысалы түсінбей. Мен мысалы 1,5 ставкада отырмын, менде маған арнайы не бермейді, неге оны маған бермейді деген сұрақтарыңыз туындайды. Қараңыздаршы, сіздер 1,5 ставкада отырсаңыздар, жалпы логопед дефектолог болсаңыздар, сіздерге бұл сағат бөлінбейді, өйткені сіздерде сағат толық болып тұр. Егер сіздер 1 ставкада болатын болсаңыздар, онда сіздер осы инвариативті компонентті сіздерге негізі тиесілі болу керек. Өйткені спешалдағы сатырдағы түзету дамыту орталығында, ғылыми практикалық орталығының басшысының айтуы бойынша жақында эфир болды. Сол кісінің эфирінде осы түзету компоненттері арнайы мамандарға берілу керек деп айтып өтті. Енді мен естігенімді айтамын, бірақ енді оны мектептің басшылары шешуі мүмкін. Сол үшін қатып қалмаймыз әріптестер. Соңғы маған бермеді деп ұрыс керіс шығарып деген сияқты, енді о жағын енді мектеп әкімшілігі шешеді. Қараңыздар, мысалы, мынау сияқты көрсетіп отырмын сіздерге, осы сияқты компоненттер бөлінеді деп айтып жатыр. Міне мына жерде мұқият осыны қарап слайдпен танысасыздар. Енді не түсіндірейін дедім сіздерге, міне осыны үшеуін бөліп сіздерге арнайы дайындап қойдым. Осыған қарайсыздар. Енді осыған байланысты біз жаңағы жоспарларды қайдан аламыз деген сұрақтар туындайды. Қараңыздар, 115-ші бұйрықтан біз өзімізге керекті нелерді оқу бағдарламаларын аламыз. Біз бұрын Special Edu KZ сайтынан алатынбыз. Енді биылғы жылы біз осы 115-ші бұйрыққа қараймыз. Міне қараңыздар, мысалы, мына жерде осы бұйрық сәйкес ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушыларға арналған жаңартылған оқу мазмұны бойынша негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламасы. Кәне біреусін ашып көрейік. Міне өстіп ашып көрсек, мына жерде сабақтар көрсетіледі. Так, бірінші тарау дейді. Осылай астыға түсіп, барлығын қарайсыздар. Бұл жерде тек қана жаңағы біздің пәндер ғана емес, бұл жерде жалпы біздің жаңағы оқушыларымыздың білім алатын пәндер көрсетілген. Енді мен сіздерге қазір ашып көрсетейін. Так, мынаны ашып көресінші, мына қосымшаны. Үлгілік оқу бағдарламалары дегенді. Кішкене жүктеліп алсын. Осыған қарап, біз жаңағы өзіміздің жалпы бұрын КТП деп айттық қой, мысалы, күнтізбелік тақырыптық жоспар. Міне қараңыздаршы, сөйлеу тілінде даму кемшіліктерін түзету. Міне бас жағында емес, мына жерге мұқият қарасаңыздар, орта жағында таман кетіп қалған. Логопедтер әсіресе осыны аласыздар. Сіздерде мысалы психологиялық педагогикалық қолдаудың
ОПМПК-ның қорытындысында сіздерде жазылған, иә, сөйлеу тілінің даму кемшіліктерін түзету компоненті логопед деп жазылған. Сол жерде 5 сыныпқа мысалы мынаны аласыздар. Осы жерден бағдарламаны аласыздар. КТП ғой бұл, былайша айтқанда. Таба алмай, қаяқтан алам деп отырмайсыздар. Міне мына жерде көрсетілген, көрдіңіздер ғой. Осы бойынша міне өздеріңізге КТП жасайсыздар. КТП жасағанда біз биылғы жылы, бұрынғыша айтып кетіп жатырмын, биылғы жылы біз түзете дамыту бағдарламасын жасаймыз. Қазір мен сіздерге ол туралы көрсетейін. Міне, көркем еңбек деп кетті енді. Осылай өздеріңіз түсіп қарайсыздар. Осының ішінде барлық бағдарлама бар. Ләззат апай айтты, қайда деп іздемейсіздер. Осының ішіне мен сіздерге сол үшін менен қайта сұрамау үшін мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Осының ішіне мұқият қараңыздар. Өздеріңізге керектеріңізді аласыздар. Содан кейін жаңағы міне нашар еститін балаларға қараңыздар, өстіп сенсорика бар. Мысалы, сенсорика дегеніміз бұл бізде уже ақпараттық коммуникация дейді, музыка дейді. Жалпы сағада бас жағына шығайық бұның. Так, біз жаңа мынаны көрдік, енді мынаны ашып көрейік. Так, мынау болған жаңа, иә, мынаны ашып көрейік. Міне осылай. Емдік дене шынықтыру дегеніміз бұл тірек қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған. Көрдіңіздер ғой. Бұл жерде міне жоспарлар бар. Адаптированный физкультура дейді ғой. Сонымен жұмыс жасауға келетін балаларыңыз бар болса, онда сіздер сол бағдарламаны алсаңыздар болады. Сонымен жұмыс жасайсыздар. Енді бұл негізінде мектепте енді біз арнайы мамандар енді жұмыс жасауға міндеттіміз. Сол себептен бізге қандай сағат бөлінеді, сонымен жұмыс жасаймыз. Көрдіңіздер ғой. Міне, әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау деген сабақты қайдан алам деп жылдың басында бізде кішкене паника болады. Көрдіңіздер ғой. Міне, әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау деген тірек қимыл аппаратына бар. Көрдіңіздер ғой. Осы жерден аламыз мен сағаттарды. Өстіп, ақырындап, ашып, барлығын асықпай көріп, ізденсеңіздер, барлығы табылады. Міне. Көрдіңіздер ғой. Естуінде зақымдалған дейді. Осылай ашып қарайсыздар. Так, қасымен қарайыншы мына жерден. Мына жерден көрейік. Міне, сенсорлық даму деген пән бар бізде. Бұл бізде орташа зият бұзылысы бар балаларға арналған 1-4 сыныптар. Қараңыздаршы, 323 қосымша дейді. Мына жерде сенсорлық дамуға арналған көрсетілген бірінші сынып пен 2-3 сынып. Тура, если мұқият қарасаңыздар, бұл жерден нелермен кодовый сандармен көрсетілген дейді ғой. Осы бойынша біз естеріңізде болса, былтырғы жылдары жоспардың бәрін осылай жасайтынбыз. Ал енді биылғы жылы біз түзете дамыту бағдарламасын жасаймыз. Тағы да енді КТП жасаңдар деп жатса, біз мүмкін осыған сүйенеміз. Әзірше бізге осындай ғана информация айтты. Міне көрдіңіздер ғой. Бұл жерде оңай тақырыптар, міне баланың меңгере алатын тақырыптары. Егер бұрыннан істеп келе жатқан әріптестеріміз болып жатса, бұны кішкене естеріне түсіре алады. Ал енді жаңадан істеп келе жатқан жұмысты бастаған әріптестер сіздерге түсінікті болу үшін мен осының барлығын жасап, міне көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, барлық сыныптарға арналған. Бірақ сіздер өздеріңіз асықпай қарау керексіздер. Қайдан алам деп шоламай, міне осылай қарайсыздар да, осылай жасайсыздар. Ал енді оны қалай жасаймыз деп жатсыздар. Міне қараңыздар, мына жерге мен көрсетіп қойдым, қай жерден нені алу керек екенін. Міне жаңа 1-4 сенсорлық даму пәні. Мынау жаңа қысқаша көрсетіп кеттім. Енді жаңа 117-ші бұйрықта жеке дамыту бағдарламасы туралы айтылып кеткен. Қараңыздаршы, 117-ші бұйрыққа тағы да келейік. Так, 92-ші бұйрық болу керек.
қазір көрсетейін. Мына жерге мен кішкене бүйтіп көрсетіп қойған боламын, жаңа түсінікті болу үшін. Міне 117-ші бұйрық. Сіздер интернеттен іздейсіздер. 2025 жылғы 21 мамырдағы 117-ші бұйрық деп іздесеңіздер, міне мына жерде қазір көрсетейін. Қайдан алдыңыз, Ләззат апай, бұның барлығын неге сүйенеміз деп шығасыздар ғой. Міне қараңыздаршы. Міне жаңағы міне мына слайдта көрсетілген. Міне жеке дамыту бағдарламасы дегенді мен сіздерге осы бұйрықтан көрсетейін деп отырмын. Жеке дамыту бағдарламасы командалық бағалау немесе шектеулі балаларға кешенді көмектің негізгі бағыттары мен мазмұнын айқындайды. Жеке дамыту бағдарламасына баланың психикалық дамуының барлық қырын қамтитын түзету дамыту бағдарламалар кіреді дейді. Түзету дамыту бағдарламасы дамуындағы бұзылыстардың түрлері бойынша мүмкіндік шектеулі балалар мен түзету дамыту жұмысының мазмұнын, бағыты мен реттілігін анықтайды. Түзету дамыту бағдарламасы тиісті білім беру деңгейінің үлгілік оқу жоспарының түзету компоненті сабақтарының арнайы оқу бағдарламалары негізінде әзірленеді. Қараңыздаршы, түзету компоненттері сабақтарының арнайы оқу бағдарламалары негізінде әзірленеді деп тұр. Түзету дамыту сабақтары топтық, шағын топтық және жеке сабақтар түрінде өткізіледі. Енді баланың ерекшелігін ескере отырып, өздеріңіз солай бағдарламаны жасап аласыздар деген сөз ғой. Түзету дамыту сабақтарын ұсыну нысаны баланың психофизикалық жағдайымен, мінез-құлық ерекшеліктерімен, командалық бағалау педагогтердің ұсыныстарымен айқындалады. Көрдіңіздер ғой, сіз жалғыз өзіңіз жұмыс жасай алмайсыз. Бұл жерде команда дегеніміз пән мұғалімдері, сабақ беретін осы балаға сынып жетекшісі, психолог бар, арнайы педагог бар, барлықтарыңыз отырып, дефектолог, логопед барлықтарыңыз отырып осыны шешіп аласыздар. Түзету дамыту сабақтарын өткізу кезінде топтарды жинақтау дамуындағы бұзылыстардың бірегейлі қағидаттары бойынша жүргізіледі. Түзету дамыту сабақтарының ұзақтығы баланың жасына, жас ерекшелігі, сабақ нысанына байланысты командалық бағалау нәтижелері бойынша айқындалады. Бағана басында түсіндіріп кеттім. Қанша 92-ші бұйрықта қанша уақытта баламен жұмыс жасау керек екенін. Соған сүйенесіздер. Ана Ләззат апай айтты, мен бір жерден алдым деген әңгіме болмайды. Мен сіздерге барлығын бұйрық бойынша түсіндіріп отырмын. Өздеріңізді осы бұйрық бойынша қорғап аласыздар. Түсінікті деп ойлаймын. Енді мынаның ар жағындағыны өздеріңіз оқып аласыздар. Бұл жерде мүмкіншілік шектеулі бала деп биыл біздің ПМПК-ның қорытындысымен келіп отырған балаларды айтып отыр. Құрметті әріптестер, соған міндетті түрде назар аударыңыздаршы. Міне мен сіздерге осы слайдты арнайы жасап қойдым. Міне өстіп бөліп жасап қойдым. Жаңағы түзету дамыту бағдарламасы дегеніміз міне мынау. Көрдіңіздер ғой? Міне мына жерде 11-ші слайдта, міне қараңыздаршы. 11-ші слайдта міне мына жерде бізге көрсетілген ғой, сенсорлық даму пәнінің үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары. Сол ұзақ мерзімді жоспардан бізде түзету дамыту бағдарламасы шығады. Біз оны қайдан алдық демейміз. Міне көріп қабылдау және зейін деп тұр. Адамның бетіне қозғалмалы және қозғалмайтын заттарды назар аударту дейді. Міне көрдіңіздер ғой? Міне екіншісінде мысалы түс пішіндер дейді. Міне осылай сіздер жасап аласыздар. Бұрындары біз бұны бірінші жартыжылдыққа ғана жасайтынбыз. Енді әлі толықтырып жатса, мен сіздерге сұрақтарыңызға тағы да жауап бере жатармын. Әзірге бізге осылай айтты. Мүмкін біз әлі бірінші жартыжылдыққа ғана жасай тұратын шығармыз. Жалпы түзету бағдарламасын егер балада анықталған аңғарым болып жатса, бізге жеке бағдарламамен келіп отырса, ОПМПК-дан 1 жылға ма, солай біз бұны 1 жылға да жасап алуымызға болады. Енді сіздерге Special Edu KZ сайты туралы жаңа айтып кетем деп айтқам. Бұл сайтта өздеріңіз білесіздер, бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Біз жаңағы типовой учебные программы деп тұр ғой, қазақшасына қазір аударылайыншы, үлгілік оқу бағдарламасы. Үлгілік оқу бағдарламасына кіреміз де біздің мұғалімдерге осы жерден алса болады деп жатыр. Енді қазір бұрындар біз бұл мұғалімдерге осы жерден алыңыздар. Міне негізгі орта, бастапқы білім беру деген сияқты, міне зерде бұзылысы, жеңіл ақыл-ой кемістігі бар балаға арналған, мысалы мына жерде сабақтар бөлінген. Сол бойынша біз аламыз. Мысалы біз қазір ашайық. Қазақ тілі жаңартылған білім мазмұны десек,
жерде көрсетілген 2-4 сыныптарға арналған қазақ тілі. Осы жерде жылда алып жүрген мұғалімдер алатын жылда жоспарлар бар. Жаңағы үйден оқитын оқушыға, инклюзивті білім алатын оқушыларымыз бар ғой, бізде жеңіл ақыл ой бұзылысы бар балалар. Вот соларға осы жерден, сол балаларға осы жерден жоспарларды аласыз деп пән мұғалімдеріне түсіндіресіздер. Міне тұр. Бірінші тоқсан, екінші сынып, бірінші тоқсан кетті. Осы жерден өздеріне КТП мұғалімдер құрастырып алады. Түсінікті ғой, әріптестер. Енді кішкене оқулықтар түсіндіріп кетейік. Міне учебный орысша жазылып тұр. Орысшаны аша бересіздер. Бұл жерде қазақша міне жазылған. Анық, түсінікті қылып жазылған. Мысалы, қазір бірінші класс емес, екінші класты көрсетейін сіздерге. Қазақ тілінде қазақ тілді балаларға арналған оқулықтар бізде мектепте барлығымызда бар. Қазіргі уақытта барлық мектептерге оқулықтар бөлінген. Осыған қарайсыздар. Ал енді дәптерді скачать батырмасын басу арқылы дәптерді өздеріңізге скачать етіп алып, бұл дәптерді шығарасыздар. Бұны қазіргі уақытта мұғалімдер жұмыс жасайды. Содан кейін, мысалы, жеңіл ақыл ой бұзылысымен отырған балаларымыздың ішінде поведенческий дейді ғой, балаларымыз бар, иә? Қалай еді қазақшасы? Ой, қазір ұмытып қалдым енді. Сол балаларымызға ассистент тағайындалады. Сол ассистенттеріміз негізінде 1.90-ға дейін отыру керек, бірақ оны ОПМПК шешеді. Кейбір балаларға 1 жылға береді. Міне көрдіңіздер, осы дәптерді мына жердегі скачать деген батырманы скачать етіп аласыздар да, осы дәптерді мұғалімдер өздеріне шығарып алып, жеке оқу бағдарламасымен оқитын балаларға осы дәптермен жұмыс жүргізеді. Ассистенттер қарап отырмайды. Осы мұғалімге көмектесіп, балаларға осы тапсырмаларды бірге орындауға көмегін тигізу керек. Осылай түсіндіресіздер. Түсінікті ғой. Кітапты аласыздар, бағдарламаны Special Edu KZ-тен мұғалімдер алады. Мұғалімдер түсінбей жатса, міне әдістемелік құрал бар. Бұны да оқып, өзі түсініп алуға болады. Міне осылай. Құрметті әріптестер, менің бүгінгі сіздерге түсіндіргім келгені осы. Міне түсінікті болды деп ойлаймын. Барлығын каналға жүктеп қоямын. Сол жерден өздеріңіз көресіздер. Содан кейін керекті материалдарыңызды қосымша жүктеп қоямын. Бұйрықтардың барлығын бұйырса сол жерге жүктеймін. Назарларыңызға рахмет. Жұмысты қиындатпаңыздар. Қиындатқан сайын қиын бола береді. Сол үшін біздің жұмысымыз қиын емес. Барлық мамандардың жұмыстарында қиыншылықтар кездеседі. Сол үшін жұмысты қиындатпай, сіздерге сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңыз табысты, сәтті болсын, нәтижелеріңіз көп болсын.